Баршаңызға сәлем. Видео AdSense тақырыбына арналады. AdSense деген не? AdSense пин-кодын қалай алуға болады? AdSense бұл Google-дың қызмет көрсету жүйесі. YouTube арқылы табысқа шыққандар табыстарын алу үшін алдымен YouTube каналды AdSense аккаунтымен байланыстыру керек. Монетизация қосқаннан кейін Google AdSense-те сіздің аккаунтыңыз тіркеліп, арнайы бет ашылады. Онда сіздің YouTube-тан түскен табысыңыз ай сайын түсіп жинақталады. AdSense арқылы картаңызға түседі. Табыс көлемі $100 болғанда ақшаңызды ала аласыз. Жинақталған ақшаны банк картасына түсіру үшін Google AdSense-тен пин-код керек. Пин-кодсыз табысыңызды ала алмайсыз. Пин-код алу үшін AdSense-тің алғашқы талаптары орындалу керек. Ол үшін сіздің табысыңыз $10 асу қажет. Мысалы, осы айда 15 күні деп алайық, YouTube-тан $10 тапсаңыз, AdSense-ке ол табыс бірден түспейді. Келесі айда сол уақытқа жақын күндердің бірінде AdSense аккаунтыңыздағы есептік жазбасына түседі және көрсетіліп тұрады. $10 асқан кезде Google AdSense сіздің адресіңізге пин-код хатын жібереді, немесе сол кезде пин-код сұрауға әрекет жасай аласыз. Пин-код 6 саннан тұрады. Сіздің аккаунтыңыз үшін арнайы жасалған. Монетизация қосқан кезде қандай адрес, қандай почтаның индексін жаздыңыз, сол адрес бойынша жергілікті почтаға келеді. Хатта 2 немесе 4 апта аралығында жеткізіледі деп ескертілген. Почта бөлімшесіне хабарласып, біле жүргеніңіз дұрыс. Егер хат бір ай көлемінде келмесе, қорқатын ештеңе жоқ. Қайтадан жаңа пин-код сұрай аласыз. Бұл жерде ескеретін жағдай, бірінші хат жіберілгеннен кейін 3 аптадан кейін сұрайсыз. Google AdSense-ке қалай кіреміз? Google AdSense-ке кіру үшін Google-ға кіріңіз. Поискіге google.com AdSense деп жазсаңыз, AdSense-ке кіру шығады. Соны басып кіріңіз. Компьютермен де, телефонмен де бірдей орындалады. Қайсысы ыңғайлы, сонымен кірсеңіз болады. Бірден сіздің аккаунтыңызбен ашылған басты бет шығады. Сол жақ беттегі 3 жолды бассаңыз, бірнеше беттердің атаулары шығады. Дұрыс түсіну үшін бәрін басып, көрсетілген ақпараттармен танысып шығыңыз. Түсінбеген сұрақ жауабында осы беттерден іздеп табуға болады. Бірінші кірген күні түсінбеуіңіз мүмкін. Ол қалыпты жағдай. YouTube канал ашып, видеоларды салғанда бәрін бірден біліп, бірден түсінген жоқсыз. Сол сияқты Google AdSense-те де түсініксіз болып көріну мүмкін. Түсінбесеңіз, Google-дан осы тақырып бойынша ізденіңіз. Осы тақырыпқа арналған видеоларды көріңіз. Пин-кодты қалай алуға болады? Google-ға кіріңіз. Поискіге google.com AdSense деп жазсаңыз, AdSense-ке кіру шығады. Соны басып кіріңіз. Бірден басты бет ашылады. Сол жақ беттегі жолақшаны басыңыз. Мына қатардан платежи дегенді басыңыз. Платежные данные дегенді басыңыз. Для продолжения требуется больше сведений дегенді басыңыз. Бұл жерде жеке өзіңізге қатысты мәліметтерді растасаңыз, AdSense арқылы төлемдерді ала аласыз. YouTube-та монетизациялауды жалғастырасыз деген жазбалар жазылған. Берілген жазбаларды оқып танысып шығыңыз. Бұл жерден көрсетілген құжаттың біреуін таңдаңыз. Төменге түсіп,
Я даю согласие на сбор дегенге галочка белгілеп, подтверждение дегенді басыңыз. Паспорт бойынша атыңызды, фамилияңызды жазыңыз. Паспорт атында латынша қалай жазылған, солай жазыңыз. Маған латынша жазған аты жөнімді ұсынған екен, ал мен оны ол кезде байқамадым. Аты жөнімді орыс тілінде жаздым. Орыс тілінде де толтыруға болады. Бірақ монетизация қосу кезінде қалай толтырдыңыз, соған сәйкес болу керек. Келесі, выберите тип идентификатора дегенді басып, құжатты қайта таңдаңыз. Загрузка дегенді басыңыз. Бұл жерде паспортты суретке түсіріп жіберу керек. Ескеретін жағдай, паспорттағы жазулар толық түсу керек. Дұрыс болмаса, қабылдамайды. Бірінші түсіргенде паспорт емес, өзімді түсіріп жібергенмін. Талапқа сәйкес келмейді. Жеке құжаттағы суретіңіз болу қажет деп, қызыл түспен ескерту белгісін жіберді. Екінші рет паспортты қолыма алып жартылай түсірген екенмін. Паспорттағы кейбір жазулар көрінбей қалған екен. Тағы да паспорт кадрға толық алыну қажет деп, қызыл түспен ескерту келді. Қате жіберген жерлерді қосып отырмын. Осындай қателіктерді жібермеңіздер. Суретке түсіріп болғаннан кейін ок дегенді басыңыз. Паспортты дұрыс түсіріп жібергенде ұзақ нөмірлі сандар келеді. Келесі дегенді басыңыз. Бұл жерде почта индексі, область, қала, мекен жайыңызды дұрыс толтырып, отправить дегенді басасыз. Хатты жібергеннен кейін сізге де электронный поштаңызға хат келеді. Хатта 2 немесе 4 апта уақыт аралығында жеткізіледі деп ескертілген. Осылай AdSense-ке өзіңіз жайында ақпараттарды дұрыс толтырып жіберсеңіз, AdSense пин-кодын ала аласыз. Подтвердить адрес дегенді бассаңыз, сіз Google AdSense-тегі өзіңіздің аккаунтыңызға кіресіз. Бұл жерде AdSense-тегі жинақталған табысыңыз көрсетіліп тұрады. Табысыңыз $10 толмаса, AdSense YouTube деген бетті бассаңыз, сол жерден көре аласыз. Подтвердите свой платежный адрес деген беттегі подтвердить дегенді басыңыз. Подтверждение личности завершено деп тұр. Жасыл түс дұрыс орындалғанын білдіреді. Мекен жайды растау. Қызыл түспен белгілеп қойыпты, яғни толықтыру керектігін білдіріп тұр. Төлем мекен жайыңызға жіберілген пин-кодын енгізіңіз. Бұл жерге Google AdSense жіберген 6 саннан тұратын пин-кодты жазу керек. Пин-код келген кезде осы жерге жазып, отправить дегенді басып жібересіз. Пин-кодты тіркегеннен кейін ғана банк карточкасын тіркей аласыз. Бұл хат алғаш пин-код сұрағанда келетін хат мазмұны. Видео пайдалы болса, каналға жазылып, комментарийге пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алар асуларыңыз көп болсын, табысты болыңыздар, тек биіктен көріне беріңіздер.